келдіңіз Қостанайға бірінші. Сауалнама ғой енді барлығымыз иншалла осы қазіргі таңда Дінді насихаттап, ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Қостанайға дінді насихаттап осындай мінекей барша жастармен керемет осындай жиын өткізіп жатқаныңызға шын жүректен қуаныштымыз. Екіншіден сауалымыз енді жанымызда достарымыз бар. Аллаға шүкір, барлығын білетін, түсінетін, осы өмірдегі үлкен бір парыздарының бірі сол намаз оқып, ораза тұтып, және де қажылыққа барып, барлығында осы 5 парыздың барлығын біліп, бірақ сәл ғана бірдеңе жетпей жүрген достарымыз бар. Сол бір жандарға қандай бір амал жасасақ болады. Өзі бір осы енді жанымызда жүрген жігіттер мені танитындар бар, барлығы білетін шығар енді. Сондықтан сол бір жігіттерге сәл бір демеу жасайтындай амал айтсаңыз иншалла. Жақсы түсіндім. Ең бірінші мынаны жақсылап естейік. Мен мына жерде уағыз айтып тұрған жоқ. Қазақстан Республикасының заңы бойынша діни ғимараттан басқа жерде уағыз насихат айтуға тыйым салынады. Біздікі қазақтың руханияты, әдебі, салт дәстүріміздің аясында айтылған сөз ғана. Егер мен мына жерде дін насихаттасам, ертең поп келіп өзінің насихаттаса, эговистер келсе, онда біз не болып кетеміз? Біздікі ұлттық насихат, діни емес, ұлттығымызды, руханиятымызды, салт дәстүрімізді, жастардың үлкенді құрметтеу осы бағытта қамтылған сөз болады. Бұл біріншіден. Екіншіден, кішкене жетпей жүргендерге. Маған да кішкене бір нәрсе жетпей жүр. Адамзаттың барлығына кішкене бір нәрсе жетпейді өзі. Пайғамбар тірі кезде сахабалар келеді екен де, пайғамбардан алады екен де керегі, зарядканы. Біздің зарядкаларымыз қазір китайский ма білмелі. Алайын десең, анау ұрсат, ана молдаға барсаң, анау ұрсат. Біздің молдаларымыз ұрыс сөйлейтін болды ғой, бір нәрсе болса, жерге тығып жібереміз апарып. Көресің деп тұр. Жоқ. Дін, руханият адамға жету үшін екі-ақ нәрсе керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям немен жеткізді дінді, кім біледі? Жұмсақтықпен жеткізді. Бағананы беріп, мейіріммен жеткізді. Алдына келіп тұрып, түйені сойып, қарындағы боғын бәрін пайғамбардың сәжде қылғаны үстіне төгіп тастаған кезде жүрші былай қарай, расына шықайық деді ма? Мейіріммен жеткізді, түсінікпен жеткізді. Біздегі жетпей, чөт жетпей жатқан нәрсе сол мейірім жетпей жатыр. Сіз анау намаз оқымайтындарға, орамал тақпайтындарға кішкене мейірім көрсетсеңіздерші. Бізге қазаққа мейірім жетпей жатыр бір-бірімізге. Жаным, бауырым, алтыным, жалғызым деген сөз жетпей жатыр. Бүйтіп мінбарға мініп ағанбыз. Образға кіріп ағанбыз ғой, мұсылманский образға. Сол образдан шығыңыз. Пайғамбардың сахабаларынан әулие емеспіз. Кішкене келіп, бауырым, мен сені жақсы көрем. Көресің, тозаққа барасың деп емес. Қайсың бірінші барар, Құдай біледі. Анау қазір кішкене денсаулығына ауырып жатқан жүрсін ағамыздың айтқаны бар ғой, бір имам бәрі естіңіздер. Жәннетте кездесейік дегенде, сен өзің барамай қалмашы депті ғой өзі. Сен таппай қалмайық сол жақта дегенде. Сол сияқты кішкене бүйтіп төмен түсіп, мен сенен де жаман болған баяғыда. Құранда қайта тәкаппар болма деген сөз, неге сөз? Құтырма деген сөз. Өзіңді жоғары қойма деген сөз. Сен одан жаман болғасың. Құдай саған кішкене ғана иман беріп қойған екен, соның арқасында бүйтіп қалдың ғой сен. Қайдан білесің ананың ахуалы қандай болады? Тарихта Хасан Басри деген, Харун Рашид деген патша болған. Харун Рашидтің туған інісі Бахлул деген болған. Сол Бахлул кепті да, ағасы ғой, родной братаны. Соның тағына отырып, королевский креслоға отырып дейді. Өмірі бір кішкене мынандай адам екен өзі. Бүйтіп отырған ғой, бүйтіп отыр дейді. Сөйтсе охрана көріп қойып, ана ағасының орнына отырып, қолын қайырып, апарып түрмеге қамап тастапты. Соны вопрос алады дейді. Патшаның креслосына неғып отырасың депті. Захват власти жасайын деді, билік ауысайын деді. Не неғып отыр? Анау байғұс өзі мынандай адам әрең ұқты. Бір уақыттан ағасы келіп қалып естіп. Родной ағасы Харун. Не болды? Сіздің тағыңызға отырып едім, әшейін отырғам депті. 1,5 сағат болды, миым жеп жүретін охрана кірмешектер депті. Власть алайын дедім бе, біле алайын дедім бе? Иә? Сен 30 жыл болды отырғаныңа қалай жауап бересің депті. Мен 1 сағат отырайын деп, мен қанды ішіп етін алар деп.
сен 30 жыл болды отырғанда қалай жауап бересің деген екен. Сол сияқты ардақтылар, мынау кішкене тағымызда төмен түсіп, сол кішкене жетпей жатқан бауырымызға жаным, бауырым деген жетпей жатыр. Бір, екі нәрсе жетпей жатыр. Екіншісі қалай ойлайсың, не жетпей жатыр? Өз пайғамбарымыз солай істеген екен. Не жетпейді? Мысалы, келдің, айттың, жаным, бауырым, мен сені жақсы көремін. Бәкәл сөзін айттың. Ол да үндемей тыңдады сені. Не жетпейді? Енді бір нәрсе істеу керек. Жоқ, шыдадың, бәрі нормально, үйге кеттің, үйдеміз уже. Үйрету. Әрекет жасадық, айттық. Уақыт бар? Дұға жасау керек. Дұға жасау керек. Бағана бесікті қолмен тербеткен сияқты. Міне, Құдайды бұйырды, бар деді. Келдің, айттың, бардың. Айттың. Енді үйге келіп, сволш, оңбаған, қарның жарылып өлгір. Десен, не пайда? Пайғамбар үлгі емес пе? Дұға қыл сәні кәпірлерге дегенде, Құдайым соларға туралық бер деді ғой. Міне, үйде отырып алып дұға қыл. Сол қарындасым етегі ұзарсын, жүрегіне иман кірсін. Құдайым деп сұра. Сұраңыздар. Бізде осы екі нәрсе жоқ. Кішкене ананың алдына келгенде тақиын шешіп қоймайды. Бүйтіп, қолына тәспіп алып, субханалла деудің керегі жоқ. Ананың алдында біз бүйтіп тұрамыз ғой өзімізде. Астағфирулла. Қол бермейтіндер бар екен. Дәретім бұзасын, дәретім бұзасын. Дәретім бұзылсын, айналайын. Қасына кел, отыр. Жаным, бауырым, мен сені жақсы көремін. Айт, бүкіл жақсы сөзіңді айт. Содан кейін үйге келді, екі бас тахаджуд намаз оқып тұрып, Құдайым, сен бар дедің, бардым. Айт дедің, айттым, мойнымнан түсірдім. Ендігісін саған табыстадым деші. Ар жағы Құдайдың шаруасы. Саламатсыз ба?